Теріс пиғылды діни ағымдардың белгілері қандай? Деструктивті діни ағымдар үстемдігін күшейту үшін өз жақтаушыларын пайдаланып, діни саяси, психотерапиялық, денсаулық сақтау, ағартушылық, ғылыми танымдық, мәдени және басқа да іс-шаралар арқылы өздерінің ниеттерін жасырын насихаттайтын авторитарлық ұйым. Дін атын жамылған ағымдар қатарын жаңа мүшелерімен толықтырып, олардан түскен ақпараттарды бақылауда ұстайды. Сондай-ақ биоэтикалық тәсілмен жеке тұлғаны бағындырып, психологиялық қысым көрсету, қорқыту арқылы мүшелерді ұйымда ұстап қалудың әртүрлі жолдарын қарастырады. Олар осылайша адамның тұрмыс қалпын, еркін, ақпарат пен дүниетанымды таңдау құқығын бұзады. Заңсыз әрі мамандандырылмаған медициналық қызметпен айналысып, сенушілердің денсаулығы мен өміріне қауіп төндірген теріс пиғылды ағымдар да бар. Бұл ағымдар ұйым мүшелерінің құқығын бұзып, сананы бақылау әдісі арқылы денсаулығына, психикасына зиянын тигізеді. Көптеген миссионерлер жергілікті халық көп шоғырланған елді мекендерде тұрып, қызметтерін табысты атқару үшін сол халықтың тілін, әдет-ғұрпын, мінез-құлықтарын жеткілікті деңгейде зерттеп үйренеді. Жұмыссыздар, өмірден өз орнын таппағандар, рухани күйзелісте жүргендер, жеке басы мен отбасының психологиялық қиындықтарына төзе алмағандар, дәстүрлі діндерді терең білмейтіндер, әсіресе өмірлік ұстанымдары қалыптаспаған жастар теріс пиғылды ағымдар идеологиясына тез арбалады. Дін атын жамылып, дүнияи мақсаттарды көздеген, прозелитизммен белсенді айналысып, сенушілерді дәстүрлі діндерден ажыратуды мақсат еткен теріс пиғылды жат ағымдар жүргізген идеологиялық шабуылдардың бірі қазақ ұлтын христиандықпен ежелден етене байланысқан ел секілді көрсетіп, мәсіхшілікті ата діннен айырғысы етіп дәріптеу, Тәурат пен Інжілдегі Құранмен сәйкестіктерді өз мақсаттарына пайдаланып, исламды христиандық конфессияларын берісі, көшірмесі, арысы бұрмаланған нұсқасы ретінде танытуға тырысу әрекеттеріне бағытталуда. Дін атын жамылған радикалды және теріс пиғылды ағымдардың белсенді әрекетінің салдарынан дәстүрлі қазақ қоғамын қалыптастырған рухани құндылықтар күйзеліске ұшырап, ішкі тұрақтылыққа қауіп төнуде. Осы типтегі ағымдар діни бірлестік ретінде тіркелмей, идеологиялық тәсілдерді пайдаланатындықтан оларға қарсы күрестің негізгі жолы да идеологиялық ағарту шаралары болып отыр. Қазақстан Республикасының ата заңы мен басқа да заңнамаларының нормаларына қайшы іс-әрекет жасаған, ел азаматтарының ар-ождан бостандығы мен діни сеніміне нұқсан келтіріп, өмірі мен денсаулығына қатер төндірген, отбасының бұзылуына себепкер болған, тағы басқа заңға қайшы іс-әрекеттер жасағаны анықталған теріс пиғылды діни ағымдардың ел аумағындағы қызметіне сот шешімімен тыйым салынады.